Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет болып шығатын мантының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін біз алдымен қамырын илеп аламыз, қамыры езілмей, жабыспай шығады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа салып, оның үстіне тұз бен су құйып, тұзы ерігенше жақсылап араластырамыз. Алдын ала еленген ұнымызды салып, қамыр илейміз. Мен описаниеге барлық қажет заттарды жазып қалдырамын, сол бойынша жасаңыздар. Қамырымыз қаттылау болып шығады, осыны илеуі қанғанша жақсылап илеңіздер. Мінекей менің қамырым қанды, енді осыны пакетке салып 10 минутқа демалдырып қойыңыздар. Енді қамырымызды алып, осылай қолымызбен басып 3 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз өте әдемі, жұмыс істеуге өте ыңғайлы болып шықты. Суала жасап болған соңда тағы да пакетке салып, 10 минутқа тағы да демалдырып аламыз. Қамырымыз тынып тұрғанша біз салмасын дайындаймыз. Тартылған етке пияз, тұз, қара бұрыш және 1-2 ас қасық сұйық май қосыңыздар. Егер де етіңіз майлы болса, сұйық май қосудың қажеті жоқ. Мен осылай сұйық май қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырдым. Одан соң қамырымызды жаямыз. Бірінші осылай қолымызбен басып аламыз. Бетіне ұлпа сеуіп, қамырымызды жаямыз. Алғашында осылай шетін ғана жайып алыңыздар, одан соң оқтауымызға орап жаямыз. Қамырымызды тек қана 2 шетін ғана басып жайыңыздар, сонда қамырымыз дөңгелек, тегіс болып шығады. Мінекей қамырымыз өте әдемі, жұп-жұқа болып шықты. Енді осыны бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Егер видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, төменге пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Бірдей бөліктерге бөліп, қажетінше салмасын салып, осылай мантымызды түйіп аламыз. Енді мантыларымызды осылай жайғастырып аламыз. Алдын ала листімізді жақсылап майлап аламыз. Толық жайғастырып болған соң, міндетті түрде үстіне сұйық май жағып шығыңыздар. Одан соң 45 минут мантыларымызды пісіріп аламыз. Мінекей мантыларымыз дайын болды. Өте керемет, әдемі, қамыры езілмейді, жабыспайды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.